Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін кивидің адам ағзасына пайдасы жайлы айтып өтемін. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Ол адам ағзасына өте пайдалы. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек, қан тамырлары ауруларының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар, бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Кивиді кәуапты маринадтауға пайдаланатыны осыдан. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий заттың сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқан дұрыс. Достар, кивидің адам ағзасына осындай пайдасы өте зор екен. Егер каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.